Barşаңызға сәлем, kanalıma hoş geldinizler. Sizlerмен бірге дәмі өте керемет самса дайындайтын боламыз. Айранымызға тұзымызды, сұйық май, сары майымызды ерітіп қосып араластырамыз. Жұмыртқаның sarısı мен unumuzды қосып нанымызды илеп аламыз. Иленген нанымызды 30-40 минутқа холодильникке қоямыз. Картошкамыз бен пиязымызды блендерден немесе қолмен ұсақтап турап қоссақ та болады. Blenderdan ötkізіп, farşımızға қосып, tuzumuz ve buruşumuzda söğüp aralastırıp alamız. Nanımızды екі bölükке bölüp jayıp alamız. Nanımızды jayıp, dәл осы videodagıday жинақтап ашып аламыз. Ортасынан екі бөлікке бөліп кесіп аламыз. Farşımızды осылай қойып шығамыз. Dәл осы videodagıday бетін жауып шығамыз. Bıçağımızбен kesip, dәл осы videodagıday жасап шығамыз. Жұмыртқаның sarısına кішкене sütümüzді қосып, бетіне жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Самсамыздың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.